Сәлем достар, біз әлем елдері жайлы видеолар топтамасына қайта оралдық. Бүгінгі видеода қанымыз бір, дініміз, тіліміз, салт-дәстүріміз ұқсас бауырлас ел Өзбекстан мемлекеті. Өзбекстан Орта Азияда орналасқан бейтарап мемлекет. Шығысында Қырғызстан, солтүстік шығысы, солтүстігі және солтүстік батысында Қазақстан, оңтүстік батысы және оңтүстігінде Түркменстан, оңтүстігінде Ауғанстан және оңтүстік шығысында Тәжікстанмен шектеседі. Өзбекстан Арал теңізіне шыға алады, алайда әлемдік теңізге шығу үшін екі мемлекет аумағын басып өтуіне тура келеді. 2020 жылдың 1 сәуіріне қараған уақытта Өзбекстандағы халық саны 34.036.800 адамды құрайды. Өзбекстан көп ұлтты мемлекет. Халықтың көп бөлігін өзбектер, екінші орында тәжіктер, одан кейін қазақтар, қарақалпақтар, қырғыздар және орыстар құрайды. Мемлекеттік тіл өзбек тілі. Өзбек тілін халықтың 90% меңгерген. Өзбекстан Республикасы 1991 жылы 31 тамызда тәуелсіздігін жариялады. Конституцияға сәйкес, Өзбекстан құқықтық демократиялы мемлекет. Мемлекет басшысы президент, заң шығарумен айналысатын ең жоғарғы атқарушы орган Өзбекстан Республикасының Өлий Мәжілісі. Өлий Мәжілісі екі палатадан, заң шығарушы және сенаттан тұрады. Өзбекстан 14 әкімшілік аймақтан құралған. Олар: біріншісі астанасы Ташкент қаласы, және Әндіжан, Бұхар, Жизақ, Қашқадария, Науаи, Наманган, Самарқан, Сурхандария, Сырдария, Ташкент, Ферған, Хорезм облыстары және Қарақалпақстан Республикасы. Ресми деректерге сүйенсек, елдегі мұсылмандар халықтың 89%-ын құрайды. Халықтың 4%-ы православты христиандар, қалған 3%-ға рим католиктері, корей христиандары, баптистер, лютерандар, буддистер және атеисттер жатады. 2010 жылдың 1 маусымдағы деректерге сүйенсек, елдегі 2225 діни мекеменің 2050 мешіт, 175-і шіркеулер. Мешітке келушілердің саны көп, және олардың көпшілігін жастар құрайды. Республика алтын қоры бойынша 4-ші, оны өндіруден 7-ші, мыс қоры бойынша 10-ші, уран қоры бойынша 11-ші, оны өндіруден 7-ші орындарды әлем бойынша иемденеді. Мақта нарығы да өте дамыған. 2017 жылы 2,9 миллион тонна мақта жиналған. Газ бен мұнай қоры да аз емес. Газ өндіру электроэнергия өндіруге үлкен көмек көрсетеді. Машина құрастыруда жақсы дамыған. Осака қаласында ДЭУ және Chevrolet лицензияларымен автокөлік шығаратын GM Өзбекистан атты ірі зауыт орналасқан. Өзбекнефтегаз ұлттық компаниясы газ өндіруден әлем бойынша 11-ші орында. Өзбекстанның ұлттық валютасы сум, ең ірі ақша бірлігі 100.000 сум. Ол $12 тең. 2017 жылы 5 қыркүйекте ұлттық валюта девальвацияға ұшырады. 2018 жылдың 1 сәуірінен шетел валютасын халықаралық пластикалық карталардан шектеусіз алуға рұқсат берілді. Өзбекстанның қарулы күштеріне құрлық әскерлері, әуе күштері, арнайы әскерлер және ұлттық гвардия құрайды. 2004 жылдан бастап Өзбекстанның қарулы күштерінде реформа жасалды. Соның нәтижесінде әскер саны қысқарып, әскерге шақырудың шарттары біраз өзгеріске ұшырады. Елдегі әскерилер саны 68.000 адамнан тұрады. Осы көрсеткіш бойынша ол әлемде 7-ші орында. Жыл сайын әскерге 306.404 ер адам шақырылады. Әскери қызметке 16-49 жас аралығындағы 6.566.118 ер адам жарамды. 2018 жылы Global Firepower жаһандық индексінде Өзбекстан 136 ел ішінде 39-ші орынды иемденді. Өзбекстандағы туристік саланы белсенді демалыс түрлері, спорттық туризм, археологиялық құндылыққа ие орындарға саяхат құрайды. Өзбекстанға жыл сайын келген туристердің саны 2005 жылы 240 мың, ал 2017 жылы 2,5 миллион адамды құрады. Өзбекстанның климаттық жағдайы өте қолайлы. Оның көрнекі орындарына Ташкент қаласындағы Әбілқасым Шейх, Көкілташ медреселері, Самарқандағы Регистан алаңы, Гүрәмір кесенесі, Ұлықбек обсерваториясы, Хиуадағы Ишан қала орындары жатады. Елде көптеген Фишинебелде жаңа қонақ үйлер бой көтерген. Өзбек асханасының тарихы терең. Ол өзбек мәдениетімен, тілімен, дәстүрімен тығыз байланысты. Оның қалыптасуына көшпенділер мен отырықшылар мәдениетінің тоғысында болуы үлкен әсер етті. Көпшілікке танымал палау, лағман, манты тәрізді тағамдар да өзбек асханасының төрінен орын алған. Ас даярлайтын кәсіби ер адамдарды ошпаз деп атайды. Оның мағынасы біздегі аспазға ұқсас. Алайда бір айырмашылығы, бұл сөзді олар көбіне палау жасайтын адамдарға қолданады.
Өзбек асханасындағы ең танымал тағамдардың бірі палау. Өзбек және тәжік асханасында дәнді дақылдар мен ет бірге дайындалады. Ал мысалға Әзербайжан асханасында дәнді дақыл мен ет бөлек әзірленеді. Елдің географиялық орналасуына байланысты балық және құс өнімдері аса танымал емес. Саңырауқұлақ та сирек қолданылады. Жаһандық экологиялық апаттардың жаңа тарихындағы ең ірі экологиялық апаттардың бірі Арал теңізінің тартылуы. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан. 1960 жылдары Арал теңізінің ауданы 68,9 мың километр квадрат. Су көлемі 1083 километр куб. Ұзындығы 426 километр. Ені 284 километр. Ең терең жері 68 метрді құрап, ол әлемдегі ең ірі жабық су қоймасының бірі болды. Арал теңізінің проблемасы өткен ғасырдың 60 жылдары үлкен ауқымға ие болды. Теңіздің тартылуына Сырдария және Әмудария өзендерінің суын есепсіз пайдалану әсер етті. Халықаралық эксперттердің бағамынша, Аралдың улы тұздары Антарктида мен Гренландияның мұздарынан табылған. Әрине, бір видеода Өзбекстан мемлекеті жайлы барлық ақпараттарды айтып беру мүмкін емес. Бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Егер де сіз Өзбекстан жайлы басқа да мәліметтерді білсеңіз, пікірге қалдырыңыз. Келесі видеода жолыққанша.